Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қожа әдепті бала. Мақсаты қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңдар. Кейіпкер, герой, ықшам, небольшой, жағымды, положительный, туу куәлігі – это свидетельство о рождении. Есть білгелі, как себя помнит, қолайсыз, неудобный, неблагоприятный, табанда өзгерту, тут же, сразу, немедля. Сұрақтарға жауап беріңдер. Сен балаларға арналған шығармаларды оқисың ба? Читаешь ли ты произведения для детей? Қандай шығармаларды білесің? Какие произведения ты знаешь? Ол шығармалар саған ұнай ма? Не себепті? Эти произведения тебе нравятся? И по какой причине? Балаларға арналған қандай фильмдерді білесің? Какие детские фильмы ты знаешь? И кто является героями этих фильмов? Жарайсыңдар, жауаптарды салыстырыңдар. Келесі тапсырмада сүйікті шығармам сөзіне кластер жаса. Кластер бойынша шағын мәтін құрап жаз. То есть составьте кластер по теме любимый писатель. И, конечно же, по этому кластеру составьте небольшой текст. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі менің атым қожа повестінен үзіндіні тыңдаңыздар. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңыздаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтейше айтқандай, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайдау. Әттең, қолдан келсе табанда өзгертіп, әдемі аттардың біреуін өзгертіп алар едім. Жарайды. Өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым қожа. Көріп отырсаңдар, пәлендей әйдік ат емес. Шынды айтсам, бұл о баста қожа емес, қожа берген екен. Туу куәлігімнің өзінде солай деп жазылған. Сонымен мен өзім ес білгелі қожамын. Ауыл аймақтардың бәрі солай айтайды. Біз бір класста 2 қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өңімізге қарап, мені қара қожа, оны сары қожа деп атайды. Әуел баста мен бұған өкпелеп қалатын едім, бірақ жүре бара құлағым үйреніп, дағдыланып кеттім. Қара қожа дегендерге әу деп жалт қарайтын болдым. Фамилиям Қадыров. Қадыров менің әкем. Это отрывок из произведения Бердібека Соқпаева «Меня зовут Қожа». То есть здесь Қожа знакомит себя с читателями. Келесі тапсырмада мәтіннен сын есімдерді теріп жазып сөйлем құра. То есть вы пишете имена прилагательные и составьте с ними предложение. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. 5-ші тапсырмада мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер, түсіндір. Проверьте верность и неверность информации по данному тексту. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер.
Алтыншы тапсырмада семантикалық картаны толтыр, түсіндіріп айт. То есть дополните семантическую карту и объясните. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Жақсы. Келесі тапсырмада қате жазылған сөйлемдерді тап, себебін айт. В этом задании найдите слова, написанные с ошибками, и объясните. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Соңғы тапсырмада суреттегі кейіпкерлер саған таныс па? Олар туралы айт. Посмотрите на эти картинки и скажите, знакомы ли вам эти герои? И расскажите о них. Жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.